Қайырлы күн, сіздермен бүгін осындай әдемі пирожки пісіреміз. Ол үшін менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып, осы видеоны аяғына дейін көріңіздер. Бізге 0,5, яғни жарты литр жылы су, 1 ас қасық қант, 1 чай қасық тұз қажет болады. Және де 10 грамм ашытқы. Ашытқының бетіне жаңағы 1 ас қасық шекерді қосамыз. Енді дрожжымыз, ашытқымыз ерігеннен кейін 4 ас қасық сұйық май қосамыз. Үстіне шамамен 1000 грамм, яғни 1 килограммдай ұн қосып, қамыр илейміз. Қамыр дайын болды. Енді 1 сағатқа қамырды жылы жерге бетін жауып қойып аламыз. Қамыр ашығаннан кейін шамамен осылай 20 бөлікке бөлеміз. Қамырдан бөлінген күршелерімізді біртіндеп жайып аламыз. Мен салмасына қуырылған орам жапырақ қостым. Қалай қуыру керек екендігін менің каналымдағы Пигодидің рецептісінен көрсеңіздер болады. Міне салмасы дайын. Капустаны қамырдың ортасына жайып саламыз. Және де қамырдың екі жағынан алып, осылай бір-біріне жабыстырып шығамыз. Және де соңына келген кезде қамырдың ішіндегі ауаны шығаруды ұмытпаңыздар. Осылай басып шығамыз. Ауа шыққаннан кейін ең соңын бітейміз. Және де тура жабыстырылған жерінен саусақтарымызбен басып қамырды тағы да жалпайтамыз. Міне осындай формадағы пирожкилар пайда болады. Барлық қамырдан түйіп, осындай форма жасап аламыз. Қызып тұрған табадағы майға барлық пирожкиді біртіндеп қуырып шығамыз. Және де қағазға, салфеткаға осылай бір қырынан қоямыз. Пирожки өте жұмсақ, қамыры өте әдемі болып піседі. Міне қараңыздаршы. Дәмін көрейік. Өте әдемі. Каналымдағы барлық видеоларды көріп, менімен бірге ас әзірлеңіздер. Ас болсын.